Баршаңызға сәлем достар. 14 күні біз Боташка екеуміз туған күнімізді жасаған болатынбыз. Сол туған күннен сіздерге үзінді болсын. Боташканың қолынан шыққан әрбір қонақтың есімін жазып, осылай той бастарлар қойдық. Және де призге бізде өз Боташканың қолынан шыққан осындай әдемі сыйлықтар болды. Абудуктар, сумкалар өте керемет болып өтті деген ойдамын. Егерден ұнаса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Осындай қарапайым келіншектермен бірге араласып жүргеніме өте қуаныштымын. Өте керемет деңгейде өтті деген ойдамын. Және де біздің туған күнімізді жүргізіп берген Райхан әпше бізде тамада болды. Басынан аяғына дейін керемет көңіл-күймен атқарып шықты. Алғысымыз шексіз. Осындай әдемі торттарды Роза подругамыз өзі жасап келді. Өзі Асығатада тұрады. Өзінің кәсібін дөңгелетіп отырған сұлумыз. Розаға да үлкен алғысымызды білдіреміз. Осындай сыйлықтары үшін үлкен рахмет. Және де осы видеоны түсіріп жатқан біздің мобилографымыз Камшатқа да алғысымызды білдіреміз. Өте керемет деңгейде өзіміздің көңілімізден шығатындай қылып видеолар жасап, суретке түсіріп, күштілеп тұрып жасап жұмысын атқарып шықты. Өте керемет, үлкен алғысымызды білдіреміз. Туған күнімізде және де өте әдемі сюрприздер болды бізде. Күшті көңіл-күймен өтті. Туған күнде осындай сыйлықтар таратылды және де ойындар ойнадық. Өте керемет болды. Арасында билет те алдық. Кейін ойындар, қыздар өздері сюрприз жасап, сюрприз дайындап келген. Күшті ойындар, мұсылман діни тұрғыда күшті сұрақтар болды. Сол сұрақтарға жауап бердік. Және де қыздарымыз өздерінің ақ тілектерін білдіріп жатты. Сонымен ең соңында біз Боташка екеумізде өзіміздің алғысымызды білдіріп, қыздарға алғысымызды айттық. Және де жақсы билеген қыздарға осындай сыйлықтарымыз да болды. Өте қарапайым осындай келіншектерден сіздерге сәлем дейін. Барлығы өте көңілді жүрді. Бізде Ақнұр салонда жұмыс жасайды. Қыздардың көңіл-күйі өте керемет болды. VIP орамалдар ханшайымы Раушан подругамыз күшті ойын ұйымдастырып келген үшін. Келмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі жолы да өте әдемі күшті видеолармен бөлісіп отыратын боламын. Сіздермен бірге болған Сандуғаш. Келесі кездескенше сау болыңыздар.